Бүгін мен атроскаға қойған фикус каучуконосный гүлімнің тамыры шыққанын өткенде мен сіздерге көрсетіп, нәтижесін қалай болғанын көрсеткен болатынмын. Одан бөлек тағы да мен 2 атроска алып, суға қойған болатынмын. Бірақ, мына, тағы да сіздерге нәтижесін көрсетейін. Өткенде кішкентай еді тамыры. Міне, өте үлкен, әдемі болып өсті тамыры. Ал одан кейін қойған пышны болып үшеуі отырғызғым келіп, одан кейінгі қойған атроскаларым мына әлі тамырлаған жоқ. Бұл тамырлаймын дегенше бір ай, бір жарым ай уақыт кетуі мүмкін. Онымен бірге мынау тұра бере алмайды. Себебі суда тұра берсе, бұның тамыры шіріп, осы тамыры шіріп, бұл атроскадан айырылып қалуы мүмкін. Сол себепті бұл атросканы мен қазір жеке өзін горшокқа отырғызатын боламын. Кейін егерде мыналардан тамыр шығып, қызатын жағдайға жеткен кезде мен үшеуін бірге отырғызатын боламын. Әзірге мен мынаны жалғыз отырғыза тұрамын. Себебі бұл уже горшокқа отырғызуға дайын тамырлары міне өте әдемі болып өсті. Суда бұдан артық суда тұра берсе, тамырлары шіріп кетуі мүмкін. Қалай отырғызғаным сіздерге қызық болса, менімен бірге қалыңыздар. Мінекей мен мына горшокты таңдап алдым. Өте кішкентай горшок. Уақытша тұрады бұл горшокта. Егер бұны үлкен горшокқа отырғызсақ, тамыры өте кішкентай, көріп тұрсыздар ғой. Су құйған кезде ол судың бәрін сіңіре алмай, ылғалдылықтан тамыры шіріп кетуі мүмкін. Сол себепті мен кішкентай горшокты таңдадым. Мына мен астына бұған дренаж ретінде керамзит саламын. Артық ылғалдылықтарды өзіне сіңіріп алу үшін осылай керамзит саламын. Сосын мен универсальный, менде дайын топырақ бар. Өте жұмсақ, өте ауа өткізгіш. Осыған отырғызатын боламын. Отырғызып болып, мен сіздерге нәтижесін көрсетемін. Мінекей мен отырғызып болдым. Мына дәл ортасына, мына горшок өте дәл келді бұған. Осылай отырғыздым. Және бұған мен қазір су құямын. Неге десеңіз, бұл тамыры өзі суда тұрды. Сол себепті бұған қазір су құйып, мен өзінің тұрғылықты орнына қоятын боламын. Мен тағы да бір айтатын бір мәселе, бұл егер сіздер осы атроска алған кезде, атроска тамырлы болған соң, өте үлкен горшокқа отырғызбаңыздар. Себебі менің тәжірибемде болған жағдай бар, ол мен дәл осындай фикус гүлін атроскасын үлкен горшокқа отырғызған кезде 1 жылдай өскен жоқ. Мүлдем жапырақ шығарған жоқ. Алған кезде осындай кішкене горшокқа отырғызған кезде тез жапырақтар шығарып, өте жылдам өсті. Сіздерде қалай болған туралы комментарияға бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.